Құрметті тыңдармандарым, өмірдің өзі новелла дегендей, өмірде болған боямасыз шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі әңгімемнің тақырыбы туған қызын келін еткен отағасы. Мезгіл күздің жанға жайлы салқында самал күндерінің бірі. Шағын ауыл күнделікті күйбең тіршіліктің шаруасымен өмір сүруде. Ауылдың ортасындағы биік, ақшаңқан үйдің еңсесі басқа үйлерден өзгеше көз тартады. Үйдің маңына отырғызылған ағаштар қалың орманға айналған. Есік алдындағы гүлдер де жаздың ыстық лебінен кейінгі салқын самалға бастары ырғала билеп тұрғандай көрінеді. Бұл үйдің отағасы Шыңғыс осы өңірге танымал, бай қуатты, қадірлі адам. Жасы 50-ге тақаса да, бойын тіп-тік ұстайды. Сөзі маңғаз, келбетті келген жігіт ағасы кейінгі кезде жеке шаруашылығын ашып, 4 түлік малды өсіріп, еңбегін жемісін көріп келеді. 3 баласын тәрбиелеп отырған қадірлі әке. Ең тұңғыш ұлы ұлан биыл оқуын бітіреді. Келінді де алып келмек. Отбасы қызы науқанға кірісіп те кеткен. Той қамы мен абыр-сабыр. Құдайға тәуба. Тойға қажеті қаражаттан, малдан кенде емес. Тек сол тойды ерекше қылып, ел есінде қалатындай өткізсем дейді Шыңғыс. Әйелі бәтесінде туған туысы ылғи дөкей қызметте отыр. Өткенде тойға шашуымыз деп долларларын беріп, тойдың біршама шығынын өтейтіндей қаржын жинап берген болатын. Келін алыстан сонау Маңғыстау өңірінен екен. Ұлы Шыңғыспен бір группада 4 жыл оқыған көрінеді. Шыңғыс, біз құдалардың алдынан өтейік барып дегенде, ұлы, ұлан, құдалар үйлену тойларыңа бірақ барамыз депті әке деген телефон арқылы. Әуелде Шыңғыс құданың алдынан өту деген болушы еді, жарайды, солай болса солай-ақ болсын деп келіскен болатын. Алыс жерге келіп шаршамасын дегендері болар деп түйген. Тойды ауылдағы өзінің меншік мейрамханасында өткізуді жоспарлады. Тойға арнап 2 жылқы, 6-7 қой сояды. Еттің мол болғаны жақсы ғой деп ойлады. Тойды жүргізуші тамада жігітте әлекедей жаланып тұр. Әбден той өткізіп ысылған. Өлеңді тамаша айтып, сан аспаптың құлағында ойнаған жігіт. Тіпті нағыз әртістен кем емес. Құдаларға кигізер киіт пен алтындарын әйелі әлдеқашан даяр еткен. Бұйырса құдасына ат мінгізіп жібермекші. Несін аясын тұңғыш ұлдан. Тойдың болғаннан боладысы қызық дегендей, бұл тойды бүкіл ауыл боп күтуде еді. Асыққан күнде келіп жетті. Құдаларын күтіп алуға Шыңғыс 4 жеңіл машина жіберген болатын. Ылғи шетелдің көліктері. Әйелдер шашуларын даярлап, құдаларға арқан керіп қарсы алуға кірісіп кеткен. Қазақтың ырымдары да баршылық. Отқа май құю, құйрық бауыр асату, бет ашар, тағы басқасы жетерлік қой. Көптен күткен құдалар мінген көктерде көрінді. Әйелдер шашуларын шашуға даяр тұр тыпыршып. Ауыл балаларды мәз мейрам. Көліктер лезе үй жанына келіп тоқтаған. Бірінші көліктен ұлы ұлан мен келіні жансая түскен. Олардың артынан әсем киінген құдалар келе жатыр. Шашу шашылып, ұсақ балалар тәтті пәттіні таласа жинап мәз болуда. Кенет Шыңғыс ұлы ұланның қасындағы келе жатқан келініне көзі түсіп таңқала қарап қалған. Келіні сымбатты, бойшаң екен. Оң жақ иегіндегі қап-қара меңі әппақ жүзіне жараса қалыпты. Аққудың көгілдіріндей баяу жүріп келеді. Маған осы бейне таныс сияқты. Құдайым-ау, қайдан көрдім деген Шыңғыс ұлы мен келіннің маңдайынан сүйіп тұрып. Құдасымен төс қағыстыра амандасты. Өзі қатарлас сияқты. Ал Қарагөз құдағыйы келісті әйел екен. Тойға дейін әлі уақыт бар. Алыс жолдан келген оларға ас беріп, дем алдырып алуды шешкен. Ат шаптырымдай төр үйде жасалған дастархан тамаққа толы. Не жегін келсе сол бар. Жылқының семіз еті, қазы қартасы, жал жая, манты, қуырдақ, ал шараптың алуан түрі тізілген. Құстың сүтінен басқаның бәрі табылады.
Құдалар танысып, жөн сұраса бастаған. Төрде отырған еркін құда, оның қасындағы әйелі Қаракөз, тағы басқа келген құдалармен танысып болған жігіт жағы енді батылдау болып, құда күтуге кірісіп кеткен еді. Мейрамханадағы той дүркіреп өтті. Тойдан шаршап шыққан құдалар жұмсақ жайылған төсектерге бастары тиген соң ұйқыға кеткен. Ұйықтамай жатқан Шыңғыс Қана. Оның көз алдына осыдан 23 жыл бұрын болған оқиға кинолентасындай тізбектеле өтіп жатты. Сол кезде ол Алматыдағы зоотехникалық малдәрігерлік институтының соңғы курсында оқып жатқан. Қара нанға семірген студенттік кез, алаңсыз күндер мен түндер. Ұзамай қолдарына диплом алады бұйырса. Болашақ директор, зоотехниктер олар. Шыңғыстың группасындағы жігіттер үйленбесе болмайды. Өзіміз сияқты оқыған қызды алмасақ, ауылдың қыздарын аламыз ба? Оқымаған тоқымаған деп жүретін. Бұлардың көп жағалайтын жері Женпей. Қыздардың сортын кездестіресіңдер деп айтқан баяғыда бітіріп кеткен тәжірибелі старшақтар. Шыңғыс студенттік жылдары ештеңеден тарықпаған. Ақша ай сайын ауылдан келіп тұрады. Стипендиясы да бар. Бір ай шайқап жүруге молынан жетеді. Туған күн, дискотека, кино, театр баратын жер көп-ау Алматыда. Шыңғыс негізі аузына ішімдікті татып алмайтын, спорт есе жанын беретін сымбатты, көрікті жігіт. Не кисе де өзіне жарасып тұрады. Қыздар да осы жігіттен үмітті. Бірақ ол қыздармен 1-2 ай ғана достасып, кейіннен тіпті ат ізінде салмай кететін. Әлде өзінің көркі мен сымбатына сенімді ол, үйлену туралы ойламаған болар ол кезде. Сөйтіп жүргенде дос Айдос оны бір туған күн кешіне ертіп апарған. Шыңғыс бармаймын деген. Оған қадалған жерінен қан алатын Айдос қой, болмаған. Сыныптас қызы Балзияның туған күніне екеуі гүл торттарын алып асқа жеткен еді. Ол кезде АХБК Алматы мата комбинаты деген болған. Көбіне оқуға түсе алмаған қыздар осында жұмыс жасап, келесі жыл оқуға түсуге үміттеніп жүретін. Қыздардың жатақханасына вахтада отырған татар кемпір Шура әрең сағат 10-ға дейін деп кіргізіп, бұлардың құжаттарын алып қалған тын. «Ну, смотрите, вы у меня» деп қояды бұларға. Қыздардың бөлмесіне ұзын стол қойылыпты. Үсті әртүрлі тағамға толы. Әдемі киініп боянған қыздар оларды қуана қарсы алды. Туған күн иесі Балзия денесі ірі, қара қыз екен. Күлгенде аппақ маржан тістері әдемі көрінеді. Досы Айдос осы қызбен көптен бер жүреді. Тіпті мектеп кезінен үйлену ойларында бар. Аздап шарап пен арақ ішкен соң барлығы батылдау бола бастаған. Өмірі арақ түгілі сыраны татып алмаған Шыңғысқа өтіне отырып, 1-2 стакан ішкізген соң Шыңғыста қамшы салдырмаған. Денесі балқып, бойын ерекше сезім билеп көңілденіп қалған. Қасында отырған қыз талшынды белінен ақырын қысып қояды. Қандай ғажап, ерекше. Өмір неткен керемет деп өзіне өзі риза кейіпте отыр. Столды шетке қыстырып, олар вальс әуенде қалықтап жүр. Уақыттың қалай өткенін ешкім сезбегендей, сағат тілі түнгі 11-ді көрсетіп тұр екен. Қу қыздар бағана тетя Шураға бір бутылка арақ пен тіске басарын апарып беріп, жігіттердің документтерін алып келген. Қыздардан қулық артыла ма? Бір кезде шаршаған қыз жігіттер азайып, бөлмеде Талшын екеуі қалыпты. Талшынды өзіне тартып төсекке құлай берген. Қарсыласқан қыз дәрменсіз еді. Ғажап ләззаттың құшағында балқып жатқандай болғаны. Таң атпай, шошып оянған жігіт бұл жерге Айдос досымен келгенін, арақтан алып отырғанын есіне түсіре бастаған. Одан соң әлдекімнің қойшы, жіберші деген жалынышты даусын біледі. Әрі қарай бәрі тұманға оранып кеткендей. Ол орнынан атып тұрып, жейде шалбар аяқ киімін асыға киіп, жатақханадан шығатын вахтаға келгенде, кешегі татар кемпір бәрін білем дегендей қалың линзалы көзілдірігінің үстінен Шыңғысқа жымия қарап, біздің қыздар бек матур деген. Таңғы ауамен кең тыныстап біраз отырған. Басы неге сынып барады? Әлде кешегі арақ пен шараптан ба екен?
Өзінің жатақханасына келіп төсегіне құлап түсіп, түске дейін ұйықтаған. Кешке қарай сойған қасқырдай ыржиып Айдос келген. Қутың етеді. Бар бәлені білем дегендей. Ну қалай деп қояды тағы. Ыза болған Шыңғыс оны егінің астынан бір ұрып серең еткізген. Айдос болса, сені жын ұрды ма деп бөлмеден қаша жөнелген. Сол оқиғадан көп ұзамай әкесі Бекжан бірде телефонмен сөйлесіп, ұлым, ауылға қайт, шешең екеуміз күн сайын жасарып келе жатқан жоқпыз. Қара шаңыраққа ие бол, артыңдағы бауырларыңа бас бол деген кеудесі сырылдайым. Әкесіне қарсы келмейтін Шыңғыс тура ауылына жол тартқан. Ауылға келіп осы әйелі Бәтесті жолықтырды. Есі кетіп ғашық болған өмірінде. Бәтестің бота көздері, ал қызыл шеде еріндері мен ұзын қара шашы Шыңғысты естен таңдырған. Ол кезде Бәтес ауылда бір дүкенде сатушы болатын. Шыңғыс әр нәрсені сылтауратып дүкенге жиі баратын болды. Бәтесті көрмесе тұра алмайтындай. Махаббат деген осы екен-ау деп таңғалған сонда. Қалада оқуда жүргенде ешбір қызды бұлай сүйіп көрмепті ғой. Іздегенін ауылдан тапқаны ма? Сұлу ерке Бәтес те жігітті бірден ұнатып, ол дүкенге келмесе елеңдеп отыратын болып еді. Әкесіне де өз ойын айтқанда, әкесі де қарсы болмады. Өзіміз танитын жерден әкесі де беделді, бақуатты отбасы деп қойған. Көп ұзамай Шыңғыс пен Бәтес үйленіп, Бекжанның отбасында дүркіреген той өткен болатын. Ал көңіл түкпірінде, талшындай сен ойыншық еттің, сен нағыз екі жүзді азғынсың деген ой маза бермеген басында. Кейін жылдар өте талшын туралы ойлауды естен шығарған Шыңғыс, өмір өзен ағынымен, тіршіліктің күйбең істерімен тіпті еске алуды қойып еді-ау. Құдаларын риза қылып шығарып салған Шыңғыс пен Бәтес бір парыздарын атқарып, тұңғыш ұлдары Ұлан мен келіні Жансаяның тойын өткеріп, бір жеңілдеп қалғандай болған. Келіні Жансаяда үй тіршілігіне бейім, пысық екен. Таңертеңгі шайды қайнатып, құрақ ішіп жүргені ылғи. Бірде Жансая шай құйып отырып, төрдегі атасына кесені ұсына бергенде, көйлегінің ұзын жеңі сырылып, ақ білегіндегі қап-қара қалын байқап қалған Шыңғыс қолындағы кесесін түсіріп ала жаздаған. Себебі тур осындай қал оның әкесі марқұм Бекжан мен Шыңғыста да бар. Сәйкестік қой деген де қойған Шыңғыс, өзінің таң қалысын білдірмей. Туған туыстың бәрі Ұлан мен Жансаяны жарыса қонаққа шақырып, келінмен жақын танысқан. Келініміз тура Ұланның егізінде екен, бақытты болсын деп ақ ниеттерін білдіріп жатты. Шынымен Шыңғыс көңіл бөлмепті. Ұлан екеуі қатар отырғанда, келін екеуі тура бір үйдің баласында екен. Осылай 2 айда зулап өте шықты. Енді ұлы мен келіні қалаға жол тартпақшы. Сол жақта жұмыс жасайды. Себебі олардың мамандығына сай ауылда жұмыс жоқ еді. Олар керек жарақ, киім-кешектерін чемодандарына салып, ертең жолға шықпақшы. Бәтес те келіні мен ұлына сары майын, құрт ірімшігі мен еті салынған ауыр дорбасын тықпалап әлек болуда. Мама, керегі жоқ, ақшаға сатып алармыз, неге әуре болдың деп шырпыр етіп қояды. Оған көнетін Бәтес пе? Сендерді пойызға дейін Мағжан апарып тастайды ғой балам. Барған соң тамақ керек қой деп қояды, бәйек болып. Керек тастың ауырлығы жоқ қой балам, үйдің дәмі ғой деп қойды Шыңғыста сөзге араласып. Иә, Ұланға әкесі былтыр 2 бөлмелі үйде алып берген. Біраз малын сатып, қалада бір үйің болғаны да артық емес қой деп тура қаланың ортасынан алған еді. 2 жас түпкі үйде заттарын жиыстырып әлек болуда. Бір кезде ұлы Ұлан, мама, папа, қараңыздаршы, Жансая тура мамасынан аумай қалған екен ғой. Қараңдаршы деп бір фотоны Шыңғыстың қолына ұстата берген. Шыңғыс фотодан өзіне жымия қарап қалған әйелдің бейнесін көріп айқайлап жібере жаздап ішінен, мынау талшын ғой деп күбірлей берген болатын. Оны байқамаған Бәтес фотоны қолына алып, Жансаяға ұқсайды екен деген. Өткендегі қаракөз құдағилары кім сонда? Мына суреттегі әйел кім деп дағдарып қалған Бәтес ұлына сұраулы жүзбен қарай берген. Ал ол кісі Жансаяның мачехасы ғой, мына кісі туған шешесі деген бейғам қалыпта Ұлан. Түпкі үйден шыққан
Бұдан әрі шыдамаған Шыңғыс далаға шығып үй алдындағы сәкіге келіп отырып ойға кетті. Сонда бұл өзінің туған қызын келін қылып отырғаны ма, сорлы басының көрері әлалды екен-ау деп күрсініп отырды. Бұны отбасына қалай айтады? Я, сол күн оның есінде мәңгі жатталып қалған еді. Енді міне өзінің жасаған күнәсі тура алдынан 23 жыл өткен соң осылай шығар деп ойлап еді сол кезде. Аразабы қинаған Шыңғыс түнімен көз ілмейтін болды соңғы кезде. Кейде бәрін айтып бір жеңілдесем деп те ойлайды. Бірақ әйелі балалары қалай қабылдар екен? Бір ойы бәрін ашып айт. Қашанға азаптанасың десе, бір ойы қой, елге масқара боласың, отбасыңа, елдің бетіне не деп қарайсың деп іштей мүжіп келеді бұны. Солай бұл бәрін ұмытып ештеңе айтпауға бекінді. Ұлан мен келіні Жансая қаладағы үйде тұрып қызметтерін жасап өмір сүруде. Ойларында ештеңе жоқ, алаңсыз. Өткенде әйелі Бәтес шай үстінде келіннің аяғы ауыр екен деген сүйінші сұрағандай қуана. Шыңғыс болса селк етіп қолындағы қасығын түсіріп алған болатын. 9 айдан соң Жансая босанып ұл тапқан. Атын әжесі Бәтес Батырхан деп қойған. Биыл сол Батырхан бірге толды. Өткенде бала дәрігеріне апарғанда баладан кемістік тапқан. Қаны бір туыс адамдар некелескенде осындай балалар ауру болып туылады деп дәрігерлер айтқан болатын. Ал ерлі-зайыптылар болса, біріміз Қазақстанның батысынан, біріміз шығысынан болсақ, қайдағы туыс деп дәрігерлердің сөзіне мән бермеген. Ал Жансая сол баламен әлек. Ана дәрігерге бір, мына дәрігерге бір сүйреп жүргені. Тіпті өзіне қарауға уақыты да жоқ. Не ұйқысы қанбайды. Ал Шыңғыстың соңғы күндері ұйқысы қашып, күннен күнге жүдеу болып бара жатқанын көріп сезіп жүрген әйелі Бәтес. Шыңғыс, соңғы күндері байқаймын мазаң болмай жүреу. Жай ма? Бір жерің ауырып жүрме? Дәрігерге қаралсаңшы деп бәйек болуда. Шешінген судан тайынбас дегендей, енді бұл сырды ішінде сақтаудан шаршаған Шыңғыс студенттік өміріндегі шалыс кеткен оқиғасын баяндап берген. Алғашында Бәтес Шыңғысты жазғырған. Сен нағыз айуан болыпсың-ау. Жетім қызды басынып, оны қорлауға қалай дәтің барды деп солқылдай жылап жіберген. Я, менің жасаған зорлығым тур осылай алдымнан шығар деп ойладым ба? Мен талшынды іздеп бардым. Бірақ ол еліне кетіп қалыпты деп күрсінген дәрмені құрып. Әйелі жылап-жылап бұны кешірген. Кешірмей қайда барады? Балалардан, елден ұят, ешкімге айтпайық деп шешкен. Ана бейшара Жансаяға да обалау. Жастай анасынан айырылды. Енді бағым ашылды ма деп жүргенде мынау болды деп мейірімді Бәтес өксіп жылаумен болған. Тек екеуіне аян бұл сырдан үйдегілердің еш хабары жоқ. Сырты бүтін, іші түтін болып жүрген Бәтес пен Шыңғыс қана. Жатын бөлмелерінде болып жатқан осындай әңгіме созыла берілмеді. Егер Шыңғыс немересінің халін өз көзімен көрмегенде, Батырханның ақыл-есі кем екен. Ара азабы жан азабынан ауыр болады деуші еді. Тура сол азап Шыңғыстың басына келіп отыр. Әйелі екеуі барлық шындықты ұлы мен келініне айтып жеңілдемекші. Бұны әрі соза беруге болмас деп шешкен ойлана келе. Ал егер ажырасқан жағдайда келіні Жансая мен ауру баласына барлық жағдайын жасамақшы. Үйді де сатып әперіп, баланы емдетуді мойындарын алады. Ал ұлы ұлан қарсы болса ше? Жоқ, көз ашық оқыған ұлы түсінер деген үміттері де бар. Қандас бауырлардың ұрпағы да ауру, ақылы есі кем болып туылатын медицинада дәлелдеп қойған ғой. Атам қазақ тіпті аталас, руластардың үйленуіне тыйым салып, сонау бағзы заманнан бері жеті атаға жетпей қыз алысуға қатаң тыйым жасады емес пе? Осы оймен Шыңғыс жолға шықты. Жан азабымен ара азабынан құтылмаса болмас. Ертең ұрпағының азып тозуына қалай жол беріп қояды енді? Қандары бірдей бауырлардың ұрпағы да сау болып тумас. Ақиқатты айтуға бел буған ол пойызға отырып кең далаға көз салды. Дұрыс сенікі. Енді өзіңді де, басқаларды да қинама. Шындықты жайып сал дейді ішінен бір дауыс. Дөңгелектердің дүрсілі де дұрыс,
дұрыс деп тұрғандай еді.